Көкжалдар мекені тұзақ. Түркия даласындағы біз сөз ететін осынау адамдар мен ұйымдар ойдан шығарылған. Бомба. Бомбаның жарылуынан 12 сағат бұрын. Басеке, Альпер телефон шалып жатыр. Алло? Алло. Бір сәтке күте тұрыңыз. Басеке, Ялчын Йылдыз әскеримен кездесу үшін мейманханаға келіпті. Жақсы. Жақсы. Рахмет. Егер Альпер Йылдыз сонда келіп отыр делік. Демек біздің де сонда баратынымызды басқалары білу мүмкін бе? Бұл тұзаққа қалай ғана түстік? Ол осы әлемдегі ең маңызды адамдардың бірі. Егер оны ұстауға мүмкіндік туса, қалай болған күнде де ұстауымыз керек. Не болса со болсын. Қайткен күнде де оны ұстауымыз керек. Инжи. Жолдан былай тұр. Инжи. Тіпті сен алар емеспін. Сенбеймін. Инжи, түсіндіріп айтайыншы. Ағамның жұбайымен төсектес болған несін түсіндіресің, Кемал? Инжи, тыңда мені, үніңді өшір. Фуаттың менде көңілі бар ма, Инжи? Бұл туралы тіпті айтудың да керегі жоқ. Ол мені адам құрылда көрмейді. Жарайды, ол күйеуінен кек алмақшы. Ал сенші, қалайша менің көзіме шөп саласың? Инжи, мен мас болдым. Өтірік айтып тұрсың. Алла екеуінің де жазаларыңды берсін. Инжи. Жібер мені, оңбаған. Жетер ерке қатын. Маған тиісуші болма. Инжи, мұның нағыз ақмақтың сөзі. Бәрі де сенің кесіріңнен болды. Мен сені шын сүйгемін, Инжи. Ал сен мені сүймейсің. Сені тек әкең мен ағаң және фирман ғана қызықтырады. Инжи, мен де адам баласым, мен адаммын ғой. Есіңе түсірші, Инжи. Соңғы рет қашан жақындасып едік. Сен күнде теріс қарап аунап жатасың, ұйықтап қаласың. Мен де адам баласымын. Мен де еркекпін. Бір ай бұрын. Мырза, сіз мейманханада болғанда ініңіз хабарласқан. Телефон шалуыңыз өтінді. Маңызды бір әңгіме бар дейді. Тыңдап тұрмын, Кемал. Аға, біз шұғыл кездесуіміз керек. Мен Дауыт бейге бара жатырмын. Оған жолығып шыққан соң бірден кездесейік. Аға, бұл өте маңызды шаруа. Бауырым, онда телефонмен айта бер. Аға, бұл телефонмен айтатын әңгіме емес. Онда мені күте тұруың керек, Кемал. Дауыт бейді күткізіп қоя алмаймын. Өміріңде бір рет болса бәрін тастап, маған келуіңе болар еді ғой. Олар үшін тек ақша ғана маңызды. Сен үніңді өшір. Ал сен үшін не маңызды? Инжиді жаныңдай жақсы көресің, солай емес пе? Сен мұнаны түсініп ал. Әйелім екеуміздің арамызда қарым-қатынас, жолдасың екеуіңнің қарым-қатынастарыңнан мүлдем өзгеше. Қазір бұл жайында дауласатын уақыт па, Кемал? Мен әйелімді жұбатудың бір амалын табуым керек. Дауыт бей бұл жайында білмеу керек. Егер Дауыт бей бұл туралы біліп қойса, онда екеумізді жер жастандырады. Дәретханада 1 сағат бойы не істеп отыр?
Жаңалықтарға кезек берсек, парламентте өтетін алдағы сайлау туралы әлемдік сараптама орталықтарының түрлі болжамдары күн сайын көбейіп келеді. Бүгін сайлауға 6 күн қалды. Таймс газетінде алдағы сайлау нәтижелері талданған мақала жарық көрді. Өтінем, мырза. Рахмет. Bazı liderler ise seçim bölgelerinde oy kullanacak. 22 Temmuz seçimlerine artık günler kaldı. Мырза, biz әскеримен келістік. Ол кісімен таңертең кездесетін болдық. Üçümüz bir araya geleceğiz. Жарайды, отыр. Ancak kamuoyu yoklamalarına göre şimdiden meclisteki sandalyesini... Мырза, американдық достарымыз оны қашан бересіңдер деп сұрап жатыр. Кездесу өткен соң, Йылдыз. Ол құжаттар да келді ме? Құжаттары қолымда деп айтты мырза. tartışmaları da var. Çünkü yeni meclis Инжи, дұрыстап сөйлесуімізге болады ғой. Өтінем, қаруыңды тасташ. Қозғалмай тыныш тұр. Жарайды. Өтінем, сабыр сақта. Бәрі сен айтқандай болады. Lütfen. Бәрі. Сабыр сақташ. İstediğin gibi olacak. Сонда не болады? Нені өзгерте аласың? Мен қателік жібергенімді білем, бірақ маған тағы бір мүмкіндік беруің керек. Біз шынымен бәрін өзгерте аламыз, Инжи. Кемаль, мен сені өлтірем. Тұрған орнынан қозғалма. Инжи, бұл жерде болған жағдайды ешкім білмеу керек. Қаласаң, мені өмір бойына көрмей-ақ қой. Фуат екеуміз онсыз да ажырасамыз. Неге, Кемаль? Бұл әлемде басқа еркек құрып қалды ма? Неге дәл менің күйеуім? Арамыздағы қарым-қатынасты қалпына келтіруге тырысып жүрсем, сендер жағдайды неге одан әрі қиындата бересіңдер? Инжи, Орнынан қозғалма. бар ғұмырыңды темір тордың артында өткізгің келе ме, не үшін? Орнынан қозғалма. Қаласаң екеуміз ажырасайық. Қаласаң тіпті шетелге кетуімізге де болады. Өтінем, қаруыңды тасташ. Қаруыңды тасташ. Өтінемін. Жөнел тозаққа. Инжи. Инжи. Қалы қалай? Жақсы басеке. Қорылдап жатыр. Мемати, Альпермен кездесіп болған соң келем. Тамер мені күте тұрсын. Жақсы басеке. Абдулхей, есіктің алдында екі сенімді адамды ғой. Олар ішке ешкімді кіргізбеуі керек. Басеке, барлау қызметі өз адамдарын аяқтарынан тік тұрғызады. Бәлкім оны басқа жерге тығуымыз керек шығар. Олардың арасында біздің де Иран барлау қызметінің, ОББ, Масад пен ОХК-ның адамдары да болуы мүмкін. Бәрін тізіп айтпай-ақ қой, Абдулхей. Оларды жатқа білем. Оны таңертең басқа жерге апарамыз. Әзірше кеңседе болсын. Құдайым-ау, Құдайым-ау, не білдірдім? Өліп қалды. Жаратушым, Инжи, сен сабыр сақтауың керек. бәрі сенің кесіріңнен. Бәрі де сенің кесіріңнен, жексұрын. Үніңді өшір. Мен сені өлтірем. Әкеме телефон шалам. Білгеніңді істе. Әке, бұл мен. Әке, Кемаль менің көзіме шөп салды. Мен қатты ашуландым.
Фуаттың әйелі қайтыс болды, әке. Өлді, әке. Енжей, сен қайдасың? Енжей, қазір сол жерге келем. Мен келгенше ештеңе істемеңдер қызым, түсіндің бе қызым? Қазір келем. Hemen geliyorum. Олар тағы да ұрысып қалды ма, мырза? Әнің Фуаттың әйелімен қашынан бер жақындасып жүр, Йылдыз. Фуат бейдің әйелімен бе? Өтірік айтушы болма, Йылдыз. Бұл жайында білмедім де көрме. Ölmüş. Немене? Оны өлтірейін дегем жоқ, әке. Жай қорқытпақшы болғам. Оның Түркияда жүргенін ешкім білмейді. Егер оның мәйітінен құтылсақ, ешкім ештеңе білмей қалады. Olmaz öyle şey. Олай етуімізге болады. Бірақ Bu riski бұл alamayız. қауіпті нәрсе, Дауыт бей. Оның төлік жат осында тіркелген. Сонымен қатар Түркияға келдім деп ресми тіркелген. Tamam. Жарайды, осында келсе келе берсін, ол мұнда жоқ деп айтамыз. Тіркелгені жайлы мәліметті құртуға болмай ма, Йылдыз? Мырза, олай етуге болады. Мәселе онда емес. Сіздің қызыңызда. Біз сатып алған адамдар кейін бізді де басқаларға сатып кетуі мүмкін. Оны өлтірейін деген ойым болған жоқ, әке. Мен кінәлі емеспін. Мұны түсіндіріп бере алам. Енжей, сен бәрін түсіндіріп болғанша біз бар күшімізден айырыламыз. Бірақ күйеуімнің жеңгеммен жақындасып, көзіме шөп салған үшін ешкім мені айыптай алмайды. Бұл мүмкін емес, Инжи. Сен үніңді өшір. Мен отбасымның мүшелерінің өз өмірін темір тордың артында өткізуіне жол бермеймін. Бұлыт, қайдасың? Келе жатыр, мырза. Өң бұзылып кетті ғой. Тағы да сылап сипап жіберді ме? Elimi fırça yedin. Фуат бей, қайғыңызға ортақтаспын. Кім? Eşim. Сіздің әйеліңіз. Қалай? Білмеймін. Қайда қайтыс болды? Бұл жайында әкем қайдан біледі? Ол Инжи ханымның үйінде. Қаласаңыз бірге барайық. Yok. Адам өлімін көргін келіп тұрған жоқ. Bana ölüm ölü göstermeyin. Қалауыңыз білсін. Бірақ әкем бұған шыдамайды. Ол неге келмедің, неге бұлай, неге олай істемедің деп маза бермейді. Ben Бұлыт, sana өтемақын ойлап, өзіңді қинай берме деп айттым ғой. Көрдің бе? Бомба жарылардан 9 сағат бұрын. Мені шақырдыңыз ба? Тамер. Мына ноутбуктың ішіндегі барлық мәліметтердің құпиясын ашқаныңды қалайым. Дүние жүзі осыған көз тігіп отыр. Жарайды, мырза. Тамер. Абайла. Егер қателессең, ноутбукте орнатылған тұзаққа түсіп қаласың. Бұл нағыз кәсіби мамандарға арналған жұмыс. Түсіндім. Қолымнан келгеннің бәрін істеймін. Бемати, күзетті күшейт. Ішке ешкім кіре алмайтындай етіп жаса. Жақсы басеке. Мырза, Иранның бас консулдығының өкілдері келіп тұр. Кіргізіңдер.
Buyurun. Өтінем. Рыза бей кешілдетіп, қандай шаруамен жүрсіз? Құрметті бастық, оны телефонмен айта салуға да болар еді, бірақ көзбе-көз сөйлескеніміз жөн деп шештім. Құлағым сізде, өтінем. Біздің қадірменді министріміз бүгін Стамбулдан Әли әскеримен кездесу үшін арнайы ұшып келген еді. Бірақ операция барысында оны ұрлап кеткеніне қатты ренжідік. Zorla alıkonuldu. Бізге бұл жайында ешкім ештеңе айтқан жоқ. Оның үстіне Әли әскеридің Стамбулға келетіндігін де шетел министрлігінен де хабарламады. Қадірменді бастық мырза, бұл операциядан құлағдар екеніңізді білеміз. Біздің министріміз сіздің еліңізге келгенде жоғалып отыр. Сондықтан барлық жауаптылық сіздердің мойындарыңызда. Мен президенттің бұйрығымен келіп тұрмын. Сіздер Әли әскериді біздің бас консулдығымызға тауып беруге міндеттісіздер. Рыза бей, терге жүргізуге рұқсат етіңіз. Сізге жақын арада бір хабарым берермін. Меніңше Түркия мен Иран мұндай ұсақ-түйек мәселелер жөнінде дауласпауы керек. Бұған қатысы бар ең жақын көршілеріңіз Массад пен ОББ болуы мүмкін екенін жақсы білесіз. Сәрхат! Тыңдап тұр, мырза. Әли әскериге қатысты жағдай не болып жатқанын анықта. Құп болады, мырза. Emredersiniz efendim. Ноутбук менде. Ол құпия санды шешуді өтінді. Жоқ. Мен Әли әскериді көрген жоқпын. Жақсы. Оның қайда екенін білем. Мырза, мен шақырдыңыз ба? Әли әскеридің жағдайы не болып жатыр, Әлпер? Мырза, ол мейманханада өз бөлмесінде демалып жатыр. Қайдағы демалыс, Әлпер? Оны Полат Алимдар ұрлап кетті. Бұл туралы хабарым жоқ, мырза. Әлпер, Полатқа оның мейманханада екенін кім айтты? Білмеймін, мырза. Әлпер, Полат шақыр, мен оны күтіп отырмын. Құп болады, мырза. Әли әскериде не жұмысың бар, Полат Алимдар? Кеш батқанда мені қандай шаруамен шақырғаныңызды білгім келді. Burada ne işin var? Біздің адамды дереу жеткізуің керек. Кешіріңіз, мен қашаннан бері сізге бағынышты болған едім. Komutanıza mı girdim? Кімді және кімнен ұрлағаныңды білемісің? Не істеп жүргенімді жақсы білем. Босқа даурға бермеңіз. Мен одан өзіме керекті нәрсені алған соң берем. Мен мұнда барлау қызметінің басшысы болып отырмын. Барлауға қатысты барлық істер маған мәлім болу керек. Сонда сенің кесіріңнен ирандықтардың, американдықтардың, израилдықтардың адам төзгісіз әрекеттеріне шыдауымыз керек пе? Сенің бұл әрекеттерінің түбі соғысқа келеді, Полат. Anlıyor musun? Бұл ісің үшін өзің жауап бересің. Батылдары жетіп көрсін. Yerim belli. Олар мені қайдан табу керектігін біледі. Жарылыстан 8 сағат бұрын. Мен ішке кіруім керек. Бөтен адамдарды кіргізуге тыйым салынған. Абдулхим оны біледі.
мен бірдеңе сұрайым да шығам. Біздің кездескеніміз жайлы ешкімге айтпаңыз. Тіс жармаңыз. Сен кімсің? Америка алған билетіңмін. Тергеуге алудың басқа әдісін таппадыңдар ма? Әлі әскери. Қазір сенің өмірің қыл үстінде тұр. Не сөзіме сенесің, не өлім құшасың. Тек дыбысыңды шығармауың керек. Даурықпа, бомба таңертең жарылады. Не болса да, бөлмеңнен шығушы болма. Біріміз таңертең ерте шығуымыз керек. Жақсы Басеке. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Бұл енді сенің үйің емес. Енді бұл үйге маған алдын ала ескертусіз, оның үстіне түн ауғанда тіпті таңғы сағат 4-те келуші болма. Неге маған бұлай сөйлейсің? Сонда қалай сөйлеп тұрмын? Тап бір қылмыс жасап қойғандаймын ғой. Мұның іске не қатысы бар? Ағу, онсыз да шаруаларымыз икемге келмей жатыр. Тап қазір мені сен туралы журналда жазылған жаңалықтар Сен қызықтырмайды. мені тыңдауың керек. Бүгін бізде қабылдау күні. Жарайды, айт, сені де тыңдап көрелік. Мен Фуатты иттің етінен жек көрем. Бұл жерге менің сөздерінің куәгері болуың үшін келдім. Әйтпесе жұртты түн ауғанда мазалайтын әдетім жоқ. Алло. Алло? Мен бұған сен алар емеспін, Аху. Мұны қайдан естідің? Өтінем, Фуат, қайдағы жоқты сандырақтама. Қане газет бетінен мұндай жағымсыз жаңалықты алып таста. Қанша рет сенің ұсынысыңнан бас тартуға болады? Не деген түсінбейтін жансың? Сенімен бірге болғым келмейді. Аху, менің сөзімді тыңдай аласың ба? Бұл жаңалықты газет бетіне мен берген жоқпын. Өтірік айтып тұрсың. Сен нағыз өтірікшісің. Саған айтпай мұндай жаңалықты газетіне кім жариялауы мүмкін? Менің әйелім. Газеттегі жаңалықтың сенің әйеліне не қатысы бар? Ол қайтыс болып кетті. Немене? Ол өз-өзіне қол жұмсапты. Қалайша? Сондықтан газеттегі жаңалыққа бола алаңдамай-ақ қоюыңа болады. Бұл мақала газет бетіне жарияланбайтын болды. Қайғыңа ортақпын. Маған да ауыр тиді. Рахмет. Сен қоңырау шалғанда жүрегім елжіреп кетті. Бұл мен үшін өте маңызды. Дәл қазір сенімен сөйлесетіндей халде емеспін. Жақсы. Тағы да қайғыңа ортақпын. Бұл ауру адам. Төбемнен жай түскендей болып тұрмын. Біріміз сені үйің апарсын. Мұндай күйде тұрғанда мені қалай ғана үйге жібермексің, Полат? Оның әйелі қайтыс болыпты, ал саған не болды, Аху? Сенің мұныңа сеналар емеспін. Сен тым дөрекі жан екенсің. Егер менің кесірімнен ақыр заман орнайды десем, сөзіме сенер ме едің? Сен тура Даллас отбасының оқиғасын қайталағандайсың. Жарылыстан 3 сағат бұрын. Қайырлы күн. Çiçekçiden geliyor. Hayırlı gün. Topraklarını değiştirdik. Қайырлы күн. Мінеки.
Buyurun geçebilirsiniz. Öte beriңiздер. Hadi indirin. Kaneke жүріңдер достарым. Тезірек барып ауыстырайық. Қане, тезірек. Алыңдар. Arkadaşlar. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Біз гүл құмыраларына келдік. Олардағы топырақтарды ауыстыру керек. Бұл жайында бізге ештеңе айтпады. Алла атымен ант етейін, бізге оларды жеткізуге бұйрық берді. Оларды есіктің алдына қою керектігін ғана айтты. Кім айтты? Бұны бастығымыз айтты. Сіздер қол қойыңыздар, біз кетеміз. Бауырым, қазір 2 сағаттан соң келіңдер. Қазір сұрайтын ешкім жоқ. Аға, сонша сатыдан құмыраларды тасып жүрген жігіттердің еңбегін аясаңыз қайтып? Жарайды, онда мұнда қойыңдар. Қойыңдар, жігіттер. Sizden Мінеки, şuraya сізде алаңдамаңыз, міне, көрсетейін. Қол қойыңыз. Бұл енді сыйлық. Біз ішке ештеңе кіргізе алмаймыз. Осыны да зат қатарына санап тұрмысыз? Бауырым, түсінбейсің бе, рұқсат етілмейді. Бұл гүлдерді кімге келген? kimseye değil abi. Ешкімге бас екен, мұны сыйлық ретінде қабылдаңыздар. Әкел бері, мен апарайын. Tamer Bey, Тамир бей, достар мойымдамаңдар, бұл жай ғана гүл ғой. İyi günler. Сау болыңыз. Сау бол. Бомбаның жарылуынан 2 сағат бұрын. Ол ішке кіргенде қолында қару болған. Қаруды қайда бағыттады? Ол қаруды өзінің басына тақап тұрды. Кемал екеуміз олай етпеуге көндірмек болдық. Қаруды алу үшін қасына жақындап бардық. Кенеттен ол қаруды бізге қарай бағыттады. Сол сәтте райынан қайтқандай болып көрінді. Сол кезде оның көңілін аударуға тырыстық. Қаруды тартып алу үшін Кемал кенеттен оған тұра ұмтылды. Барлығы солай болды. Қолы дірілдеп тұрған соң, қаруын тартып алармын деп ойладым. Өкінішке қарай біз одан айырылып қалдық. Kaybettik. Бұл сағат қанша шамасында болды? Sayın savcım. Прокурор мырза, өтінемін, рұқсат етсеңіз мен шығып кетейін. Бір жерге маңызды шаруамен баруым керек еді. Маған тағы да сауалдар қоятын бедіңіз? Әзірге осы ғана. Ал біздің достарымыз прокуратураға өтініш жазуға кейінірек келеді. Фуат бей, жаны иманды болсын. Рахмет. Аға, сен қайда барасың? Бұл өмір тек сіздерден ғана тұрмайды, Кемал. Шаруаларым бар деп айттым ғой. Ақмақтық жасама, өз орныңа бар. Жарайсыңдар, жақсы шыдаңдар. Енді мұны құртудың керек жоқ.
Ялчынбек, қайғыңызға ортақпыз. Рахмет, достарым. Мырза, мәлімдемеңіз бар ма айтар? Достарым, осындай қиын сәттерде бізбен бірге болғандарыңызға әрине шын жүректен алғыс білдіреміз. Міндетті түрде бұл туралы хабарлаймыз. Қазір тек бір нәрсені ғана айтыламын. Біз Татар оғлы отбасының бір мүшесі Фуат бейдің әйелінен айырылып қалдық. Маған бұлай істеуге қалай ғана дәтің барды, Фуат. Не болды, Аху? Бұл жаңалықты газеттен алып тастауға уәде берген. Қандай жаңалықты? Бұл рас па? Жөледе құдайым-ау, Фуатта не жұмысым бар? Олардың ажырасатындары рас бекен? Оның әйелі қайтыс болыпты. Кеше түнде ол өз-өзіне қол жұмсапты. Тіпті сеналар емеспін. Естідің бе, Селчук? Нені? Фуаттың әйелі өз-өзіне қол жұмсапты. Фуаттың әйелінде не жұмысым бар? Құдай үшін айтшы, саған не болған? Енді, сол үшін көңілімді түсіруім керекпін бе? Олар оны өлтіріп кеткен. Ондайлардан құтылу оңай емес. Не айтып тұрсың, Селчук? Бұдан бұлай барлық әйелдерге осы сабақ болсын. Басқа не айтамын, Жюлиде? Бомбаның жарылуынан 1 сағат бұрын. Қалерің қалай, Тамер? Қолға алып жатырмыз, мырза. Егер бірдеңе тапсаң маған хабарлас. Сіз келмейсіз бе, мырза? Мен жолда келе жатырмын, қазір келем. Жақсы, мырза. Қарғыс атқыр. Buyurun efendim. Өтінем, мырза. Мырза, ол жоқ. Әлі әскериді ұрлап кетіпті. Жоқ деген несі, Елдаз? Мен бұлай қалжыңдап жүрген кім? Жоқ, мырза,
Оны бөлмесінен ұрлап кеткен ау деймін шамасы. Есігінің алдында күзетшілер жоқ па, Йылдыз? Сұрастырып көрдім, бірақ... Сұрастырғанды көрсетем саған, Йылдыз. Сен маған әлі әскереді тауып бересің. Оны ұрлаған адамды да табасың. Әйтпесе көресіні көрсетем сендерге, Йылдыз. Бомбаның жарылуынан 25 минут бұрын. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Бұларды қашан әкелді? Таңертең басеке. Жігіттер әкелді. Олардың топырақтары бұзыла бастапты. Бейшара жануарлар өле бастаған екен. Біз топырағын ауыстырдық басеке. Әйтеуір бір жақсылық жасадық. Невзат, олар жануар емес, өсімдіктер. Кешіріңіз басеке. Түрі нәрсе деп айтайын дегенім ғой. Оның үстіне жануарлар мына өсімдіктерге қарағанда пайдалы емес пе? Егер сен пұрмызға қарағанда пайдалырақ болсаң, сонда сені қалай атауым керек, Невзат? Жарайсың, Невзат дейсіз. Жарайсың, Невзат, жарайсың. Өсімдік сенсің ғой, Невзат. Мұның қатысы не? Сен бастықтың көңілінен шықпағансың. Мен бастықтың ең мықты көлік жүргізушісі боламын. Әлі әскеридің халі қалай, Абдолхи? Ол есін жинады басеке. Тамақ ішкісі келмейді. Ішпесе қойсын, Абдолхи, бұған алаңдамайым. Отыр, отыр. Жетістіктер бар ма? Аз қалды, мырза. Тездетіңдер. Жақсы, мырза. Не бұйырасыз, мырза? Есікті аш. Жарайды. Ұйқыңды жақсылап қандырдың ба? Ең болмаса кімнің қолына түскенімді айтыңдар. Менің аты жөнім Полат Алемдар. Сен Стамбулдасың. Бізбен бірге бірлесе жұмыс істейтін болсаң, саған еш қауіп төнбейді. Менің дипломатиялық дербес құқығым бар. Бұл жайында елшілікке хабарлауларыңызды өтінемін. Қаласаң, біз елшілікпен де байланысамыз. Менен ақпаратты күшпен ала алмайсыңдар. Сол себепті оны өз еркіңізбен алмақшымыз. Сендер қай барлау қызметінде қызмет істейсіңдер? Түркияда қандай адамдармен байланысып жүргеніңді толық айтып бересің бе? Сіздерге еш айтарым жоқ. Ендеше ойлан. Егер есіңе түсірсең, маған хабарла. Әлі уақытым көп. Бірақ ол сенде жоқ. Кәр! Мырза, Әли әскери Полат Алемдардың қолында екен. Бұл қалай болғаны? Оның кіргені мен шыққаны бейнетаспаға түсіп қалыпты. Оның үстіне мейманханадан шығып бара жатып бейнетаспаға қарап, қолым бұлғапты. Бәрі түсіп қалған.
Polat Alemdar Ali Askeri'de ne isteydi? Ол не үшін керек болды екен? Олардың арасында қандай байланыс бар? Ол мұны қайдан біліп қойған? Полат Алимдар 4 отбасы көздеп отырған адамды қолына түсіріп отыр. 4 отбасын жайына қалдыр. Олар уысына түсіруді көздеп жүрген адамды бір өзі қолында ұстап отыр. Йылдыз, бұл істі қолға ал. Бұл мәселені шешеміз, мырза. Сендерде бәрі жақсы ма? Басеке, Аху ханым сізге гүл жіберіпті. Мұны қайдан алдыңдар? Мен білмеймін. Гүлдерді кім алды? Кім дегені қалай? Невзат? Мен емес, оны Пурмус қабылдап болған. Мен келгенде олар осында тұр екен, Басеке. Газетте көріп шықтыңыз ба, Басеке? Иә, көрдім. Сол себептен сұрап тұрмын. Мұны дұрыс деп санайсыз ба? Бәріңе не болған өзі? Ішінде карточка бар ма өзі? Қане? Бар. Бомба. Жатыңдар. Аға, бастық бұл немене? Бастық не болды? Олар әлі әскериді алып кету үшін осындай шабуылдар жасап жатыр.
Bunu al. Менен ал. Мени орда барлык курал жабдыктарды кыйрат. Немати! Немати, мынаны ұста. Әлі әскерді алып кетуіне жол бермеу керек. Қанеке, мынаны дал. İyi misin? Aman mısın? Bunda ne болып жатыр? Polat! Eren. Eren. Kulaklarım. Kulaklarım. Hikmet ambulans. Hikmet, жедел жәрдем шақыр. Жарақаттанғандар бар ма, біл. Тамир. Менде бәрі жақсы. Олар сөмкені алып кетті.
Сен оңай құтылыпсың, Тамер. Олар бұл жердің тасталқанын шығарыпты. Өліп кетуім де мүмкін еді. Бәлкім еденге жата қалғандықтан атпаған болар. Қазір біраздан соң полиция қызметкерлері келеді. Тығатын нәрселерің болса тығып қой. Тек содан соң ғимараттан шық. Pürmüz, қалайсың? Мойным ауырып тұр. Мойным. Boynumu oynatamıyorum. Ғимараттан шығыңдар. Эмати, кімге медициналық жәрдем керек болса ауруханаға барсын. Кейінірек қоймада кездесеміз. Басеке, қайда бара жатырсың сен? Эрхан, сен Пөрміздің қасында қал. Екеуің жедел жәрдемді күтіңдер. Жақсы, Басеке. Басеке, бізден шығын бар ма? Біз үлкен шығынға ұшырадық. Егер олар шындығында бізді үлкен шығынға ұшыратқысы келсе, онда бомба осында жарылатын еді. Гүлдерді орнатқан кім екенін біліңдер. Басеке, сізбен бірге барайын. Эмати, тезірек қару-жарақтарды жасырыңдар. Қош келдіңіз. Өтінем. Қатты қамығып жүрмін. Көңіліңіздің түскенін қаламаймыз, Давыт бей. Біздің әлі де аяқтайтын істеріміз көп. Әли әскери татар оғлы отбасы үшін де, ақш үшін де өте маңызды адам. Ақш өздері мен достар үшін маңызы зор адамдарды оңайшылықпен беру мүмкін емес, Давыт бей. Әли әскери біздің қолымызда. Оны Түркиядан 2 сағаттан кейін салып жібереміз. Қуаныштымын. Давыт бей, мұнда бұдан да маңызды шаруамен келдім. Daha önemli bir konu için geldim. Менен қандай көмек керек? Сіздің еліңіздегі кейбір стратегиялық объектілер мен құрылыстар біз үшін өте маңызды болып тұр. Қаржыңызды осы бағытқа жұмсағаныңызды қалаймыз. Әрине. Нақты айтқанда, бізді қай сектордан көрмекшісіз? Бірінші кезекте айлақтардан. Айлақтар арқылы өтетін барлық жолдарды бақылауға алғаныңызды қалаймыз. Қағаз жүзінде біз алмаған қамалдарды сіздер аласыздар.
Тікұшақ 1 сағат 45 минуттан кейін осында болады. Олар солтүстік Ирактан ұшып келеді, сол кезде шұғыл жағдай бойынша деп, оның қонуын талап етеміз. Тікұшақтың қонуына рұқсат беруін өтінеміз. Алаң болмаңыз. Сұмырай. Seni мұнда кім жіберді? Abi seni Аға, мен сізді құтқару үшін жіберді. Алдымен өзіңді қорғап ал. Қане айт, кім жіберді? Abi seni korumak için Сені қорғау үшін келдім деймін. Альпер, айтқаны, олар қайда кетті? Альпер! Білмеймін. 45 минуттан соң Сабиха Көкченге белгісіз бір тікұшақ келіп қонады. Адам қайда? Жақсы, Альпер. Рахмет. Біраз уақыт ешкімнің көзіне түсуші болма. Мемати, Абдолхи, кеттік. Жүр, Басеке. Қайда барамыз, Басеке? Әлі әскери теңізін таптым. Бомба қойған үшін кек алам. Басеке, осы да жетпей ме? Дені жетпей ме деп тұрсың, Абдолхи? Иран министрінде шаруамыз қанша? Оны мейманханадан ұрлаған кезде не ойладың? Оны ұрлаған кезде менен сұраған жоқсың ғой, Басеке. Сенен бұл жайында сұрауым керек педі? Абдулхей, қайдағы жоқты айтпасаңшы. Тоқтай тұр, Мемати. Абдулхей, ішіңдегінің бәрін ақтарып сал. Ақтаратын ештеңе жоқ. Біз дұрыс жолға түспедік. Бұрыс жолдан тайған соң ғана табысымыз оңалады. Табысыңа қарамастан сөзіңде тұрмайтын боласың. Басқа арнаға бұрылғысы келетіндер болса, бұрыла берсін. Не болып жатыр, Абдулхи? Үніңді өшірші, Невзат. Жарты сағаттан соң тікұшақ аэродромға кеп қонады. Алло. Тікұшақ әуеде жанармай толтырып, Германияға қарай ұша бастайды. Ұшаққа мінуге рұқсат етіңіз. Басеке, кеңсемізге кім бомба қойғанын түсіндің бе? Оған бәрінің де қатысы бар, Мемати. Онда олар неге бізді өлтірмеді, Басеке? Бомба кеңседе де болуы мүмкін. Демек, біреулер бізді тірідей ұстағысы келген ғой. Дұрыс айтасыз, Басеке. Егер бомба жарылса, әскери де өлім құшар еді. Әскери де
тірідей ұстаймыз ба әлде өлтіреміз бе, Басеке? Оны тірідей ұстап қайтеміз, Мемати. Аллаға шүкір, Басеке. Оны тірідей ұстап алып тергеуге алғын келетін шығар деп ойлағанмын. Басеке, оны бұл қашықтықтан ұстау қиын. Оның үстіне көлік брондалған. Біз оның жолына кедергі жасауымыз керек. Одан да броньды тесу оңайырақ, Мемати. Келе жатыр. Дәулет Абдулкей. Бізді оңаша қалдыр, Вурал. Саған не керек? Полат Алимдар қоғамдық қауіпсіздік басқармасын сатып кетті. Оны өлтіру туралы бұйрығыңызды күтіп жүрмін. Фильмді дыбыстаған Прим жауапкершілігі шектеулі